Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Кезекті шығарылым басталмай жатып, тез каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Шаштың түсуін қалай тоқтатуға болады? Егер дүкен сөрелерінде самсап тұрған сусабын мен шипамай шашыңыздың түсуін тоқтата алмай жатса, онда үй жағдайында шашыңызды құтқарып көріңіз. Біріншіден, денсаулығыңыз нашарлап, ағзаңыздың әлсірегенін сезсеңіз, көкөніс пен жеміс-жидек көп жеңіз. Өйткені шаш ағзаға С, Е, Ф дәрумендерінің, темір мен амин қышқылдарының жетіспеушілігінен де түсуі мүмкін. Екіншіден, сусабынды таңдауда мұқият болыңыз. Олардың құрамында түрлі химикат пен бояудың болатыны барлығына мәлім. Сусабындар мен басқа шашқа арналған жуғыш заттар сан алуан. Оларды иісі, қоюлығы, түсі мен шаш түріне қарай таңдап алуға болады. Дегенмен тұрақты түрде бір затты пайдаланбай, оларды алмастырып отырған дұрыс. Және шашты күн сайын жуып, жиі бояғанда зиян екен. Шашыңызға ақ түспесе, мүлде боямай-ақ қойыңыз. Себебі мамандардың айтуынша, бояған сайын шаштың табиғи жылтыры кетіп, ол керісінше реңін жоғалта түседі. Төртіншіден, шаштың күтімі дүкен сөрелеріндегі заттармен шектелмеуі керек. Түрлі пайдалы шөптер, атап айтсақ, түймедақ, жолжелкен, сәлбен, кейкоты, қайнатпалармен шашыңызды шайып отырсаңыз, жарнамадағыдай жылтырап шыға келеді. Сондай-ақ ақ шашқа, әсіресе оның түбіне жұмыртқаның сарысын, айран, түссіз қына, үпілмәлік және ошаған майларын шаш жуған сайын кезектеп жағып отырсаңыз, әсерін бірден байқайсыз. Шашыңыз аз түсіп қана қоймай, ерекше жылтырап, сау көрініп, жылдам өсетін болады. Бесіншіден, шаш үлгісін жасағанда фенмен қатты кептіруге болмайды. Әсіресе оны шаштың түбіне тым жақындатпаған дұрыс. Кептіргіш құралы жиі қолданғанда да зиян екен. Және де кетпей тұрып шашты қатты түйіп тарамау керек.